Сәлем, қалдарыңыз қалай? Қалайсыздар? Аман есенсіздер ма? Менен сіздерге кешкі сәлем. Мен балала шағамды осылай кешкі прогулкаға алып шықтым. Олар ойнайықшы, шығайықшы дегеннен кейін көңілдерін қалдырмай алып шықтым. Біздің шығыс Қазақстанда ауа райымыз ендігіне жақсарып жатыр. Күніміз ысып, балалар спокойно емін-еркін ойнайтындай болып жатырмыз. Өйткені алдынан бері бізде май бойы жауын шашын, топырақ, қара суық, осылай суық күндер болды. Балалардың күйісі кетіп, ешқайсысы үйден шыға алмай, ойнай алмай, даже өзіміз де үйден шыға алмайтын болып қалдық. Сондай погодалар болған бізде. Сіздерде погодаларыңыз біздікі сақалды құбылмалы болып тұра ма, или сіздерде басқадай ма? Айта кетіңіздер. Сонымен өстіп біз далада жүріп ойнаулар деген емін-еркін жүгіріп, секіріп, айтуға асыр салып ойнап қалды. Одан кейін қайтар кезде біздің үйдің бір кішкентай патшасы бар. Ол кісі қайтпаймын, ойнаймын деп площадкада әңгір таяқты ойнатып, айту қойшы айту. Ол кісіге алдап, сұлдап, как всегда магазинге барамыз, анау аламыз, мынау аламыз деп алдап, сұлдап. Біздің кешкі прогулка осымен аяқталды. Рахмет.